Камила, бүгін қандай күн екенін білесің бе? Бүгін 14 февраль, әулие Валентина күні. Барлықтарыңызды құттықтаймын. Жоқ, бүгін жай ғана сейсенбі. Хорошая шутка. Сен сондай жай ғана сұрадың ба күні? Құрметті достар, сіздермен бірге көзқарас айдары бұл Жетіл және де Ернұр. Бүгінгі көзқарас айдарымыздың қонағы менің әріптесім Камила. Welcome, Камила. How are you? Okay, I'm good, thank you. Менде де бәрі керемет, сұрағаныңа көп рахмет. Олай болса кеттік достар, бастайық. Бүгінгі айдарымыздың тақырыбы ол TikTokта трендке айналған өлеңдер. Ернұр, сен TikTokта отырасың ба? Қолым көп тие бермейді, бірақ сонда да күніне 5-6 сағат кіріп қоямын. Аха, жақсы. Негізі TikTokта қазір трендке айналып үлгерген Майли Сайрустың жаңа өлеңі бар, Flowers атты өлеңі. Жалпы сол өлең туралы көзқарасың қандай? Естуім бойынша бұл өлең махаббат туралы. Өлеңнің қаншалықты адал махаббат туралы екенін білмедім, бірақ өлеңнің өзі маған ұнады. Иә, дұрыс айтасың, бұл өлең 100% махаббат туралы, бірақ ол өзгеге деген махаббат емес, ең алдымен өзіңе деген махаббатты сипаттайды. Ешкімнің ықпалынсыз ең алдымен өзіңді жақсы көре білу туралы. Иә, бұны өлеңнің әрбір жолынан көруге болады деп ойлаймын. Мына өлеңді тыңдап отырып, өзіме бұрын сонды біле алмаған есім. Осы сөмкеден кейін барып алмасам. Камила, білесің бе, мен кеше Марвиннан керемет бір кітап көрдім. Шын ба, қандай кітап? Қалай өміріңнің 50% проблемасын шешуге болады. Ал сосын не істедің? Екеуін сатып алдым. Сен сондай сол екі кітапты сатып алып отырып, өміріңдегі барлық проблемаларын шешіледі деп ойлайсың ба? Жоқ. Бірақ солай болса деп армандаймын кейде. Негізі адамдар проблемадан қашуға тырысса, мен проблеманы қуғанды ұнатамын. Аха, жақсы білесің, мен негізі TikTokта бізде қазір өлең бар. Яғни дәл сенің күйіңді сипаттайтын өлең. Қандай? Ол escapism деп аталады. Escapism? Иә, escapism дегеніміз ол негізі шындықтан, реальностьтан қашу деген мағынаны білдіреді. Және осындай адамдар көбінесе проблемалар, өмірінде көп мәселелер болған кезде солардан қашуға тырысады. Өлең расымен де адамның ішкі күйін сипаттайды екен. Бірақ менің ойымша, адам бұл escapism күйінде көп жүргені дұрыс емес. Қиындықты кездестірген соң бір демалып алып, онымен қайта күресу керек. Өйткені одан қаша берген дұрыс шешім емес деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасың. Менің ойымша, адам осындай күйге түскен кезде ең алдымен жақындармен көп пікір алмасу қажет, және табиғат аясына шығып, бір демалып алу қажет. Және ең бастысы мына жақта негативный, яғни мысль деп айтамыз, негативті ойлардан арылып, тек позитивті ойлау қажет. Керемет. Ал бүгінгі бөлімнің ең соңғы өлеңі, ол менің ең сүйікті өлеңдерімнің бірі. Өмірге құлшынысыңды арттыратын Hall of Fame атты өлең. Камила, сен бұл өлеңді естігенсің бе? Иә, мен бұл өлеңді негізі кішкентай кезімнен бері тыңдағанмын. Олай болса, бұл өлең туралы көзқарасың қандай? Жалпы менің ойымша, адам музыка арқылы өзіне кез келген атмосфераны жасай алады. Мысалы, көңілді өлеңдер тыңдай отырып, адам өзін бақытты сезіне алады. Немесе мұңды өлеңдер тыңдай отырып, адам барлық эмоциясы сол өлеңді тыңдау барысында да шығара алады. Ал енді бұл өлең туралы көзқарасым негізі бір мотивейшнға толы бір өлеңдердің бірі деп айтсам да болады. Бұл өлең, осы сияқты өлеңдерді мен негізі сабаққа фокус қояр алдында тыңдап аламын. Мен де ойыммен толықтай келісемін. Тіпті өлеңнің атының өзі Hall of Fame, қазақша аударғанда абырой залы деп аударсақ болады. Жалпы өлеңнің өзі алдыға мақсаттар қойып, соған жету туралы. Мысалға, dedicate yourself and you gonna find yourself.
алдыңа мақсат қой да өзіңді тап. And the world's gonna know your name. Сонда барлық әлем сені танитын болады. Сынды жолдар адамға тіпті тау қопарарлық күш береді. Ал егер біздің оқырмандарымыздың арасында өзіне сенімсіз болып, мысалы ағылшын тілін қалай бастаймын, ағылшын тілінде қалай сөйлеймін деп сондай сенімсіздіктер пайда болса, осы өлеңді плейлистеріңізге қосып қойсаңыздар болады. Осымен біздің бүгінгі бөліміміз тәмам. Сіздермен бірге болған ең сұлу, ең ақылды жігіт Ернұр. Нет слов. Және де Камила. Арнаға жазылыңыздар. See you soon. Bye bye.